Актер Нұржан Төлендиевтің ұлы Рауан шаңыраққа келін түсірді. Келіннің түсуі, беташар, құдалық, осылардың барлығын бейне материалын бірге тамашалап өтейік. Міндетті түрде менің қазақ тіліндегі YouTube каналыма қолдау білдіріп, парақшама тіркелуді, өз пікірлеріңізді қалдыруды, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Әлден Гаухар, міндетті түрде парақшама тіркеліп қойыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, Рауанның анасы ақ келінге өзінің әппақ орамалын жағуда. Осылайша келінді қазір үйге кіргізетін болады. Қазақтың тойы бітпесін, әрбір шаңырақта тек қана той болсын, тойға ұласын. Осындай үлкен той жасау, келін түсіру, абыроймен қызды ұзату барлығымызға жұғысты болсын. Тек қана шаңырақта тойлар көп болғай. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, отқа май құю үрдісі де жасалынуда, әппақ ақ жол төселуде. Мінекей осылайша келінді шаңыраққа кіргізетін болады. Келесі күні беташар болып жатыр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, қазақтың біршама әншілері, жұлдыздары беташарға келіп, өздерінің жүрек жарды тілектерін айтып жатыр. Мына жерде Заттыбек әншіміз: бізге де осындай той жұғысты болсын, келіндеріңіз адалынан болсын, деп өзінің жүрек жарды тілегін айтуда. Осылайша әдемі дәстүрлі беташар да жасалынып жатыр. Қандай керемет, әйтеуір тек қана той болсын барлығымыздың шаңырағында. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей зәулім үйдің сыртында қаншама кісілер келген, қаншама машиналар мінекей той деп тойға қатысуда. Әдемі осындай көріністер көріп жатырмыз. Келініміз де иіліп сәлемін беріп беташар жасалуда. Ал ендеше бірге отырып әрі қарай тамашалайық. Қандай әдемі көрініс. Қазақтың тойы өте әдемі ғой негізі. Қаншама салт дәстүрлер бар. Келін түсіру, беташар жасау, құдалық жасау деп. Беташар жасалынды, одан соң міне бүгін үлкен тойханада құдалық жасалуда. Қазақтың тойы бітпесін, тойға ұлассын.